Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен ғажапстан арнасы. Бүгін біз атақты футболшы Криштиану Роналду өзінің миллиондаған ақшаларын қай жаққа құртатыны жайлы айтатын боламыз. Алдын ала арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бұл видеоны бөлісіңіздер. Ең алдымен Криштиану Роналду ақшаларын қай жақтан табатыны жайлы айтып кетейік. Өз өмірі жайлы және де ақшаны қайдан табатыны жайлы. Криштиану Роналдудың биографиясы. Міне, мына сурет Криштиану Роналдудың кішкентай кезіндегі суреттер. Криштиану Роналду кішкентай кезінен бері футболист болғысы келгені жайлы айтқан. Және де ол ең алдымен Адорине, яғни әкесі жұмыс істеген футбол командасында ойын ойнаған. Содан кейін барып үлкен командаларда да ойнаған екен. Оның жүрек қағысы нашарлап, оның футболдағы карьерасы аяқталды дегенде жас футболшының көңілі өте қатты қалды. Бірақ та ол ең алғаш Бавария командасында ойнағанда барлығы оның қалай ойнағаны жайлы таңғалды, тіпті дәрігерлердің өзі де. Енді Криштиану Роналдудың жетістіктері 2008, 2011, 2014, 2015 жылы алтын бутсыйды жеңіп алған болатын. Және де ең мықты футболистердің қатарына да кірген болатын. Достар, Криштиану Роналду қалай өз карьерасын бастағаны жайлы білесіздер ме? Оның досы болған екен, ал ол Роналдуға пас беріп, оның бірінші орын алуына көмектескен. Соның арқасында ол өз карьерасын бастаған екен. Криштиану Роналду футболдың өзінен 60 миллион евроға дейін табады. Ал 108 миллион доллар жылына ол рекламалардан табатынын білесіздер ме? Криштиану Роналду өзінің көптеген компаниялары да бар, және де ол рекламаларға да өте көп түсетінін білесіздер ме? Мысалға, ол рекламадан жылына 108 миллион долларға дейін табатынын білесіздер ме? Оның рекламаға түсуі 400-500 мың доллардан басталады бір рекламаға түсуі, достар. Ойлап енді көріңіздер, ол қанша табады. Ол осы жылы ең көп Nike компаниясының рекламаларына ең көп түскен екен. Криштиану Роналду тіпті Instagram желісінде бірінші орында тұр. Оның қазіргі кезде Instagram желісінде 240 миллион подписчигі бар. Достар, осы арқылы подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Достар, енді Криштиану Роналду бір рекламасында қанша ақша тапқаны жайлы айтайық. Ол бір рекламада жұмыс істеген еді, және де ол кезде ол KFC өнімін реклама жасаған болатын. Соның арқасында ол 750 мың доллар көлемінде ақша тапты. Тіпті ол көптеген киімдерге, топтарға, телефондарға да реклама жасап 500 мың долларға дейінгі ақша тапқан екен. Криштиану Роналдудың өзінің де компаниялары бар, бірақ бұның бәрін сәл кейінірек айтатын боламыз. Және Криштиану Роналдудың өзінің машина салонымен және де киім сататын арнайы компаниясы бар. Осы жағдайдан кейін біз Криштиану Роналдудың бизнеспен де айналысатынын көрдік. Криштиану Роналдудың ақшаларының көп бөлігін құртатын жер бұл автомобильдерге. Криштиану Роналдудың көліктері өте қымбат, және де оның барлық көліктерінің жалпы суммасы 5 миллион доллар. Таңғалған шығарсыңдар. Оның бір көлігі Bugatti Veyron. Ол ең қымбат көлігі. Ол қанша тұрады дейсіздер ме? Бұл көліктің бағасы сіздерді өте қатты таңғалдырады. Екінші көлік Lamborghini Aventador. Бұл көлігі де Роналдуға өте қатты ұнайды. Bentley GT Speed және де Aston Martin DB
9 және де Ferrari 599 GTO. Осындай Роналдудың машиналары бар. Олардың барлығы 200 мың мен 2 миллион доллар көлемінде. Роналду тек көліктерге ғана ақшаларын құртып қоймай, ол өзінің жеке ұшақтарды да өзіне сатып алған екен. Қысқасын айтқанда, Роналду өз өмірінен ақшасын мүлде аямайды. Ендігі жолда Роналду мен оның отбасының қай жақтарға қыдыратынын көрейік. Роналду өзінің демалыстарына ақшасын аямайды. Және де олардың әр демалыс жерінде кереметтей виллалары немесе үйлері міндетті түрде болады. Достар, Роналду бір қонақ үйіне барып, ол қонақ үйдің қызметі оған өте қатты ұнап, сол жаққа қанша ақша қалдырғанын білесіздер ме? Оның иесіне 22 мың доллар қалдырып кетіпті. Роналдуға ең қатты ұнайтын үйі бұл Мадридтегі үйі. Ол өте қымбат тұратыны сонша, адамдар бұның бағасын көргенде өте қатты таңғалады. Бұл үй Мадридте орналасқан және де 6 миллион долларға тұрады. Роналдудың қонақ үйлі бизнесі. Роналдудың қонақ үйі қанша тұратынын білесіздер ме? 140 миллион евро. Өйткені бұл қонақ үй оған тұрарлық, себебі бұл қонақ үймен Дональд Трамп серіктестікке отырған екен. Және де бұл қонақ үй шынымен президенттің қонақ үйіне ұқсайды. Достар, Роналдудың сағаттары да өте қымбат тұрады. Оның сағаттары қанша тұратынын білесіздер ме? 2 миллионда 300 мың доллар. Роналдудың қайырымдылықтары. Криштиану Роналду өзінің алтын добын аукционда сатып, содан түскен 700 мың долларды қайырымдылыққа жұмсаған екен. Роналду өзі қайырымдылықты өте қатты жақсы көретіні жайлы кейбір сұхбаттарында айтқан болатын. Ол олардың орнында болып көрген соң, олардың қандай қиындық тартатынын біледі. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, достарыңмен бөлісіп, колокольчикті басып кетіңдер. Ендеше сау болыңыздар.